Сәлем достар, сендермен бірге Ерасыл. Достар, біздің видео сәл кешігіп шығып қалды. Оған себеп авторлық құқыққа байланысты біраз мәселе туындап қалды. Бірақ дегенмен де біз оны реттедік, қайтадан жөндеп салдық. Бірақ 2-3 күн кешігіп қалды видео. Кешіресіздер деп ойлаймын бұны. Бүгін біз сіздерге шын өмірден алынған Чернобыль 2019 киносының негізгі желісін айтамыз. Бұл кино өте қызықты және шыға салысымен 9.5 деген бағаны алған еді. Өте жоғарғы бағалауды алған кино, сондықтан да өте қызықты деп ойлаймын. Және бұл 5 бөлімге бөлінген. Біз бүгін бірінші бөлімін ғана айтамыз. Ал енді видеоны бастайық. Қазірге дейін 30 жыл бұрын Совет одағындағы Украинаның Чернобыль қаласында атом электр станциясы арқылы электр күшін өндіретін. Сол кезде Чернобыльде 13.000, ал Припятта 47.000 халық өмір сүріп жатқан. Жалпы 3 ядро болған және сол кезде 4-ші реактор салынып біткеннен кейін бәрі өз жұмысын жасап, халық тірлігін жалғастырып, бәрі әп-әдемі өмір сүріп жатқан еді. Бірақ сәуірдің 26-шы күні түннің 1-нен 23 кеткенде әлгі жаңадан салынған 4-ші реакторда үлкен жарылыс болады. Бірақ сол кезде халық әшейін өрт шыққан шығар деп мән бермейді. Ал станцияда тәжірибе жүргізіп жатқан инженерлер неден болып осындай үлкен жарылыс туындағанын өздері түсінбей естері шығып қалады. Бас инженер Дятлов жай ғана өрт шыққан шығар деп ядроның өртін өшіріңдер десе, арасынан біреу "Жоқ, ядро жарылып кетті ғой" дейді. Сөйткенде біздің Дятлов ашуланып, "Сен не білесің, ядро жарылады деген болмайды, көп сөйлеме" дейді де өрт сөндірушілерді шақырады. Сонда бір өрт сөндірушінің әйелі күйеуіне, "Мына өрт қалыпты өрт емес секілді. Түсі бөлек, химиялық улы зат болса қайтесің, бармай қойшы" дейді. Сонда күйеуі, "Түк етпейді, біздің кісілердің бәрі бара жатыр. Мен ғана қаладын емес, тым болмайды" деп жүкті әйелін бетінен бір шолп еткізіп, ары қарай кете береді. Сол кезде станцияның 2 жұмысшысы радиоактивті заттардың мөлшерін тексерсе, қалыпты жағдайдан әлдеқайда көп екенін көреді де, бұл жерден шығу керек деп кетіп бара жатса, алдарынан бет-аузы түгелмен қанға боялған станция жұмысшыларын көреді. Сол кезде Дятлов қарап тұрып, "Бұл реакторға тек су ғана керек, сонда бәрі дұрыс болады. Барлығын реакторды сумен толтырыңдар, әйтпесе бұл жерден шықпайсыңдар" деп бұйырады. Өрт сөндірушілер тобы келіп, соның арасында бір өрт сөндіруші қолғабымен бір қап-қара тасты ұстап қалса, сол сәтте оның қолы жара боп қанай бастайды, тіпті тілініп кетеді. Станцияның 2 жұмысшысы реакторға су толтырғай барса, өмірінде көрмеген сұмдықты көреді. Сол сәтте жоғардағылар жиналыс жасап, жағдай қалыпты, жай ғана өрт шыққан шығар деп жатса, бір шал, "Мына жағдай қауіпті болмаса, онда мәліметтерді құпиялайық. Барлық байланысты үзіп тастайық, хабарлама жіберуді тоқтатайық" дейді. "Егер осылай істесек, біз болашақта қаһарман боламыз" деп оттайды. Сол кезде инженер кіріп келіп, "Ядро жарылыпты" десе, "Қалай ядро жарылады" десе, Дятлов, "Ондай нәрсе болуы мүмкін емес, мен өз көзіммен барып көремін" дейді. Сол сәтте бәрі дұрыс, бұл ешқандай қауіпті нәрсе емес деп тұрған бір кісі өз-өзінен сол сәтте талып түседі. Ертеңінде жарылыстан 7 сағаттан кейін Минск қаласының ядроэнергиялық институтының бір жұмысшысы терезені ашып ауа кіргізейін десе, сол үйдегі бір құрылғы өз-өзінен қосылып кетеді. "Мынау немене" деп терезеде тұрған шамды сүртіп, содан сараптама алса, радиоактивті зат екені анықталады. Бұны біле салысымен ол шошып кетіп, жақын станцияға қоңырау шалса, бірақ Чернобыль қоңырауды алмайды. Әрине, олар барлық байланысты үзіп тастады ғой. Сол кезде аурухана бар күшімен сұмдық дәрежеде мыңғырылған адамға жұмыс жасап жатады. Жасы, кәрісі демей, түрлерінен түк қалмаған науқастар өте жылдам көбейіп жатады. Сол кезде өрт сөндірушінің әйелі күйеуін жер-көктен іздеп, енді дәл ауруханада деп ауруханаға күш бермей кіріп кетеді. Бірақ ауруханадағылар, "Сіздің күйеуіңіз бұл жерде жоқ, біз оны Москваға жібергенбіз" дейді. Сол кезде ауруханаға келген науқастардың киімін түгелімен өртеп жатты, бірақ сол киімдерді ұстаған медбикелердің қолы қызарып бастаған еді. Сол кезде биліктегілер, "Бұл жарылыс аса қауіпті емес, жай ғана
рентген сурет алғанмен бірдей. Сондықтан бұл оқиғаны ары қарай таратпай осы жерде шешіп тастайық деп жатады. Бәрі осылай өздерінше оттап жатса, сол кезде физик Легасов: "Жоқ, бұл күллі әлемге залал әкелетін қауіпті нәрсе. Сендер түсінбей тұрсыңдар. Жарылған станция уран арқылы электр күшін шығарады. Уранның жалғыз атомы жарық жылдамдығымен оқ секілді барлық затқа әсер етеді. Оның 1 граммында миллиардтаған дәл сондай оқтар болады. Ал қазір Чернобыльде 3 миллион грамм уран дем алатын ауада, ішетін суда, жейтін тамаққа сіңіп кетті. 100 жылдан кейін де кетпейтін залал қауіп туындады" деп айтады. Бұл сөзді естігеннен кейін басшы Горбачев шокқа түсіп қалады. Және ол біртүрлі болып: "Борис пен Легасовқа Чернобыльге барып, барлық мәліметтерді маған баяндаңдар" деп айтады. Сөйтіп, Борис пен Легасов ұшақпен Чернобыльға келе жатып, Легасов әлгі жарылған станцияның үстінен графит пайда болғанын көреді. Осылай қаншалықты жағдай ушыққанын айтады да: "Біз мынаның үстімен ұшатын болсақ, 7 күннен кейін өлеміз" дейді. Бұны естіген ұшқыш тура сол сәтте бағытын өзгертеді. Біздің әлгі радиоактивті затты анықтаған келіншек Коммунист партиясының басшысына барады. "Мен Чернобыльда жарылыс болғанын білемін. Сіз дәл қазір халыққа йодин ішкізіп көшіруіңіз керек. Дәл қазір адамдар осы жерден кетпесе, қаншамыз қырылып қаладың мен білмеймін" деп айтса да, әлгі бастық дым мән бермей: "Уайымдама, ол жерде ешқандай қауіпті мәселе жоқ. Мен оны білемін" деп оттайды. Үкіметтен келген екеуі деттеген жерге жетіп, сол жақтың жұмысшыларынан станцияның үстінен неге графит пайда болған десе, әгілердің өздері білмейді. "Үйтпеу керек еді ғой, біртүрлі екен" деп естері шығады. Содан кейін шетелден келген мықты радиоактивті затты анықтайтын құрылғы келіп, содан олар сол құрылғы арқылы жарылыс болған жерінің жаңынан зерттеу алса, 15 000 деген нәтиже шығады. "Бұл немене 15 000 деген" деп Легасовтан сұраса, Легасов біртүрлі болып: "Бұл Хиросимада болған жарылыстан 2 есе улы деген сөз. Және бұл мына құрлық жойылмайынша, бұл улы затта жойылмайды" дейді. "Онда бізге қаншалықты су керек? Сіз түсінбей тұрсыз. 2000 Цельсийдің ыстығын 5000 тонна құм ғана басады." Сөйтіп, ертеңіне тік ұшақпен құмды төгейін десе, алғашқы ұшағы әлгі түтінге таяған кезде байланыс үзіліп, тура құлап түседі. Бұны көргеннен кейін екеуінің түрі шарасыз күйге түсіп, біртүрлі болып қалады. Легасов: "Біз осы жерде тұра беретін болсақ, 5 жылдан кейін өлеміз. Бұл жер өте қауіпті" дейді. Сөйтіп отқан кезде телефон шырылдайды. Тұтқаны көтеріп сөйлессе, жарылыс жайлы Швейцария, Америка деп әлдеқашан әлем бойынша біліп қойған екен. Тіпті Германия балаларын сыртқа шығаруға тыйым салып жатқан екен. Сонда Чернобыльдің балалары ештеңе білмей далада ойнап жүргенін көріп, олардың жүрегі ауырады. Жағдай ушыққанына байланысты халықты көшіруді бастайды. Көше бойларымен: "Тыңдаңыздар. Станцияда жарылыс болуына байланысты қалада қауіпті жағдай орын алуда. Сондықтан халықты залалсыз жерге көшіруді бастаймыз. Сіздер құжаттарыңыз бен тамақтарыңыздан басқа ештеңе бірге алуға болмайды. Алғашқы кезекте балалар, қарттар мен қыз-келіншектерді автобуспен көшіреміз" дейді. Бұл істі әскерилер атқарып жатты. Адамдарға бір чемоданнан басқа ештеңе алуға болмайды. Үй жануарында қалдырып кетуге тиіс болып жатты. Қаладан кетіп бара жатқан адамдар не болып жатқанын өздері де түсінбей бара жатқан еді. Халықтың бәрі көшіріліп болғаннан кейін, біздің басты кейіпкерлер Чернобыльге қарап тұрып, біздің кино осылай аяқталып кетеді. Осылайша Чернобыль киносының бірінші бөлімі аяқталып кетеді. Және біздің видеода дәл осы жерге келіп тоқтап отыр. Ал достар, видео ұнаса міндетті түрде лайк басамыз, және де арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Мына қызыл батырманы басып, жаңа шыққан қоңыраушаны басып қойыңыз. Сонда сіз біздің жаңа шыққан видеолардан қалыс қалмайсыз.